Инстаграмға пост салмас бұрын ол алдыңғы сіздің фотоңызбен жарасады ма, жалпы визуалыңыз қалай болады, соны алдын ала көріп алу үшін, чтобы визуализация жасау үшін парақша мынандай болады, мынадан кейін мынаны саламын дегендей. Андроидта InPreview деген самый легкий программа, ал iPhone'да Preview, Phantom деген сияқты көптеген программалар бар. Соның біреусін скачать етіп аласыз. Потом кіргеннен кейін сіз оған мына жерде Instagram не подключен деп тұр. Войти деп сіз, бұл бесплатное приложение, войти деп өз логин пароліңізді кіресіз. Сол кезде сізде көптеген возможностьтар ашылады. Можете запланировать қай кезде қандай пост шығаратыныңызды ше. Сосын кейін міне мына жерде альбомы, все альбомы деп мысалы ашылып тұр ғой менде. Сол сияқты сіз мына жақтан керекті альбомыңызды таңдап аласыз. Все фотографии деп былай жоғары көтеріп, тоже керекті суретіңіздің үстін басып добавить дейсіз. Егерде ол сурет керек болмаса, сол суреттің үстін басасыз да удалить етесіз. Потом сіз мысалға мына жерде қарап тұрсыз, бәрі разбросанный тұр, фотолар. Мысалы алғашқы осы 12 постты бір-бірімен әдемі етіп келтіру үшін, мысалға бірінші тұрған фотоны алып, бары-бері жылжытып көресіз. Мынадан кейін қойсам қалай болады дегенде етіп. Потом осылай жылжытып, былай өзіңізге керекті фотоларды жылжытып аласыз да. Мысалы, примерно осылай мен алдыда Инстаграмға осылай жүктейтін боламын деген сияқты келтіресіз. Немесе мына фото сізге ұнамай тұрса, заменить фото дейсіз. И басқа да фотоларды алып, осы жақтан қоя берсеңіз болады.